Энергетикалық тиімділікті арттыру мақсатында заманауи желі электр қондырғыларының биіктігі 200 метрге дейін жететінін білесіздер ме? Егер үйдің биіктігімен салыстырсақ, ол 60 қабат үймен бірдей болар еді. Армысыздар достар, сіздермен технологиялар әлемі каналы. Бүгін біз желі электр қондырғылары қалай жұмыс істейді, сол туралы сөйлесетін боламыз. Желі электр станциясы жаңғыртылатын энергия көздерінен электр энергиясын алуға қолданылатын кеңінен таралған тиімділігі жоғары станциялардың бірі болып табылады. Жалпы желі электр қондырғылары туралы айтпастан бұрын кішкене ғана желдің өзіне тоқталып кетсек. Жел дегеніміз бұл ауа массаларының горизонталь бағытта қозғалуы. Бұл қозғалыс қайдан пайда болады? Бәріміз білеміз, жер планетасы жылуды күннен алады. Бірақ ол жылудың жердің беткі қабатына бір қалыпты таралмауы себепті атмосферада ауа қысымы әртүрлі болады. Күн сәулелері көп түскен жерлерде ауаның температурасы қызып, көлемі ұлғайып, жоғары қарай қозғала бастайды. Бұл ауаның орнын жылуы аз түскен жерлердегі салқын ауа толтырады. Нәтижесінде ауа массаларының қозғалысы пайда болады. Осы ауа массаларының кинематикалық энергиясын электр энергиясына түрлендіру үшін жел электр қондырғылары қолданылады. Жел электр станциясының жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Ауа массалары қозғалған кезде олар жел электр қондырғысының қалқаншасы арқылы өтіп, оны қозғалысқа келтіреді. Қалқанша болса тікелей білік арқылы жылдамдықты көбейтетін құрылғы редукторға жалғанған. Ал ол өз кезегінде электр генераторының роторына қосылған. Ротор айналған кезде генераторда 3 фазалы айнымалы ток пайда болады. Бірақ ол тоқты түрлендіру қажет. Ол үшін конструкцияда заряд контроллері қарастырылған. Ол айнымалы тоқты тұрақты токқа түрлендіріп, аккумуляторды қуаттандырады. Одан кейін ток аккумулятордан инверторға барып, бізге қажетті сипаттамаларды алып, қайтадан айнымалы токқа түрленеді. Жел электр қондырғыларының конструкциясының тағы да бір маңызды элементтерінің бірі оның мұнарасы болып табылады. Оның биіктігіне байланысты қондырғының өндіретін энергия мөлшері анықталады. Қазіргі заманғы электр қондырғыларының биіктігі 200 метрге дейін жетеді. Жел электр қондырғылары жұмыс істеу үшін қажет желдің жылдамдығы 3 метр секундтан басталады. Идеалды желдің жылдамдығы 6 және 11 метр секунд аралығында, және максималды жылдамдық 25 метр секундқа дейін жетеді. Егер желдің жылдамдығы 25 метр секундтан асып кетсе, жел электр станциясына тіпті қауіп төнуі мүмкін. Бұндай жағдайда қалқаншаларды тоқтатып қояды. Ол үшін жел электр қондырғылары арнайы тормоздық жүйемен жабдықталады. Бұл электростанциялардың жақсы жақтарымен қоса кемшіліктер де бар. Ең бірінші кемшілік күн электр станциясы секілді ол тұрақсыздық. Энергияның бір қалыпсыз генерациясына байланысты бұндай станцияларды энергетикалық жүйеге интеграция жасау қиынға соғады. Екінші кемшілік ол экологиялық салдарлары. Бұл электростанцияның жұмысы өте шулы болып келеді. Сонымен қатар құстардың келіп соқтығысуы көп болады. Тіпті құстар ұшып кететін және ұшып келетін уақыттарда қондырғыларды тоқтатып қояды. Қысқаша осылай, егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Ал біз келесі видеода электр генераторы туралы сөйлесетін боламыз.